Сәлем достар, хабарға мақсат. Алдымен аналыма келіп, лайк басып, подписчикке етіп. Хабарға мақсат ол ер адамдарға, балаларға, какаларға. Хабарға мақсат ол өте пайдалы. Яғни мынау әсіресе әйел адамдар ми өте иінен таңертең ертеден аяғы ауырады. Мұндайда хабарға жасалған мақсаттың пайдасы өте зор. Жалпы адам хабардарында ағза мүшелерінің дұрыс жұмыс жасауына әсер ететін қауіптардың негізгі нүктелері орналасқан. Соларды оқалау арқылы ағзада қан айналысын жақсартамыз. Хабар мен саусақтарға жасалған массаж барлық ауруларға ем. Егер жатар алдында аяқтарыңызға массаж жасаңыз, жақсы дем алып, таңертең жақсы тұратын боласыздар. Хабарға мақсат ол балаларға да өте пайдалы. Яғни дұрыс көре алмай жатқан балаларды хабарын оқалау арқылы миға сигнал беріп, баланың жақсы көруіне үміт береміз. Ал енді бастаймыз. Қолымызды мұқият жуамыз. Содан кейін хабарды тексеріп бастаймыз. Мен қазір балаға хабарға массаж жасайын деп отырмын. Баланың хабарының таза, ешқандай жарақат жоқ, жұқпалы аурулардың белгілері жоқ. Енді массаж жасауға дайындаламыз. Негізі хабарға массажды перчаткамен жасау керек дейді, бірақ мен қолыммен жасаймын. Яғни саусақ бастарымен нүктелерді сезіну арқылы массаж жасаймын. Хабарға массаж ол жаңағы әрбір орналасқан нүктелерді басу арқылы біз жаңағы адамның денсаулығына ыстық үміт береміз. Енді баланың хабарын тексердім, бәрі жақсы. Енді қолымызды майлауға бастаймыз. Қолымызды жақсылап майлап болған соң, алақанымызды қаңтарып аламыз. Енді хабарымызды алақанмен уқалап бастаймыз. Хабарымыздың екі жағын, жан-жағын, аяқтың бастарын уқалап тұрамыз. Енді аяқ басы баспайдан бастаймыз. Яғни аяқтан ұшын уқалау арқылы біз бас ауруын жақсартамыз, мидың жұмысын жақсартамыз. Сөйтіп әрбір баспайды бөлек-бөлек уқалап тұрамыз. Сосын хабарға керек дәріге екіп, бірнеше рет хабарды уқалаймыз. Сосын екі қолымыздың саусағының басымен кішкене ысқырып уқалаймыз аяқтың бастарын. Ортасын бәрін. Енді екі қанын басамыз. Яғни саусағымызды баса отырып, екі қанын саламыз. Алты қанын саламыз. Сосын аяқ басындағы баспайлармен аяқ басының ортасындағы уқалап тұрамыз. Осы жерде көп істеді.
Yani ayak bakla üstleri. Karaga kapraktan uçalar benim. İlk ayak bakla uçalar agaklı. O kekede üstleri. Yenge İlk bakayım kimi ikarını uçalaymış. Yani bu gece uçalı ayaklı. Bu büyük kakakamış. İlk kavanı ikarını uçalaymış. Aynalara bakıp ikarını uçalaymış. Yenge kara ilk bakayım kimi ikarını hıskıp kakakamışın uçalaymış. Bu gece uçalı ayaklı. Kara ayaklı. Büyük kakakamış. Kayıkta bak kavun kakakamış. Yenge kara ayaklı bak kakan hıskıp uçalaymış. Yenge kavanға makak kema 10 minutта kalады. Yani bir ayakқа 10-15 minuttan kakao iyi. İlk müttikten uçalabilirim. Yani müttiğini uçalayalım. Yani bir lavun kakakamış. Yani bir kumukun kakakamış. İlk ünye karamışı kakakamışın kalk kulaktan solmuşun kakmi yani falan ünüydü. Koymen ayak baklan suara hay uçalap kalmış. Atpay ıskıp uçalaymış.
يعني 가방에다가 눈이 그냥 올라와서 그냥 마음이 좀 그냥 먹기 훅 그냥 가끔 그냥 올라와요. 그냥 오늘 무슨 가면 올라와요. 이게 아약은 막은 아이나게 이모가 yani magkaka ayak ng kangilian kamok nakakam ayak ng bakang ikap akwala alay 이게 이렇게 아야 먹게 바꿔요. 번개가 거의 amerika ayak agakahangage 이렇게 ayak aga 먹게 가요. yani amerika ayak agakahangage 이렇게 ayak agakahangage 먹게 ayak kakahan bakamkip ulakaha 가 yani 가방가 그냥 느끼는 바꾸와 하고 느끼는 막가가 가와 하고 막 그러니까 이인 가 느끼는 이 고목가 가오나 느끼는 그러니까 한개니까 가 가방아 각각 와 보니까 баланың қабылын өзгенің емосын екі уақыт бөліп макакакаканға өте пайдалы. Koska video ұнаватса лайк басып подпискаға қойыңыздар. Kokos қоңыр белгісін басып қойыңыздар. Сізге қоңыр белгісін басу арқылы менің видеоларымды алғашқылардың бірі болып көресіздер. ауылға келгенде массаж бола бермейді. алдыңғы видеоларымда айтқандай, сондықтан таныс камераларыңызға қарап қойсаңыздар. ауылдан қатынап массаж алу өте қиын. сондықтан адам жасаған адамға қайда видеоға қарап өйтіп массаж жасап денсаулықтарыңызға күнделікті бір сағат көңіл бөліп тұрсаңыздар. егер қандай да сұрақ болып жатса комментарийға жаза беріңіздер. міндетті түрде оқып жауап беретін боламын.
батпайлардың арасындағы үйтіп маскаға кіргізбей әрбір батпайдың араларына үйтіп уқалап маскаға кіргіземіз. осымен видеом аяқталды. келесі видеода амандықта игілікте ауырмаңыздар, аман болайық, сау болыңыздар.